Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балзия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге штрули тағамын дайындап көрсететін боламын. Тағам өте дәмді, тойымды болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамырын илеп аламыз, суға жұмыртқа, тұз салып, жақсылап араластырып, ұн қосып, қамыр болғанша илейміз. Қызып тұрған қазанға сұйық майды құйып, қызғаннан кейін етті салып, қызарғанша қуырып аламыз. Ұсақтап туралған пиязды саламыз, дәміне қарай тұз салып, бір ас қасық қызанақ пастасын салып, тағы да араластырамыз. Осылай ірі етіп туралған сәбіз бен картопты салып, тағы да қуырып аламыз. Подлифіміз батып тұратындай етіп су құйып, шамамен жарты сағат баяу отта қайнатамыз. Қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөліп, еттің қамырындай жұқалықта жайып, арасына сұйық май жағып орап аламыз. Онан соң тура видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Дайын қамырларды қазанға жайғастырып, бетін жауып, шамамен 40 минутқа демдеп қалдырамыз. Тағамның дайын болғандығын қамырынан байқауға болады. Бұл тағам өте дәмді, өте тойымды. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Балзия Ақжол. Егерде сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.